Kooperatив заң шеңберінде жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, тұрғын үй қатынасы туралы заңы бар, тұтынушылар кооперативтері туралы заң бар, коммерциялық емес ұйымдар туралы заң бар. Міне осы Қазақстан Республикасының заңдары шеңберінде қызмет атқарамыз. Міне коммерциялық емес ұйымдарға жатамыз. Енді кооператив тарихына үңілетін болсақ, кооператив 2018 жылы 6 декабрь күні юстициядан Әділет министрлігінің тіркеуден өткен. Қазақстан бойынша 27 кеңсе жұмыс істеп тұр. Соның ішінде Алматы қаласында 2. Сосын 900 деген қазір мыңнан асыпта, 900 бір ай бұрын уже мыңнан астам баспана пайызсыз берілді. Кооперативте 27 мыңнан астам үлескер бар. Алматыға келейік, өзіміздің Алматыда бұл 2019 жылы ашылды. Қалада 2 кеңсе жұмыс істеп тұр. 50-ден астам баспана берілді. Алматының өзінде 7 мың үлескеріміз бар қазіргі таңда. Бізде қандай бағдарламалар бар? Бізде тұрғын үй бағдарламасы бар. Бұл бізден жеке үй алса болады, квартира алса болады, және бізден қаражат алып үй салса болады. Яғни баспана үшін 3 бағдарлама. Және бізден автокөлік алса болады, және спецтехника, арнайы техника, трактор, КАМАЗ, яғни дөңгелектегі спецтехника алса болады. Біздің жалпы бізге келетін адамдардың көп мәселесі бірінші кезекте баспана. Баспана үшін де біз 4 бағдарлама қарастырғанбыз. Баспананың 4 бізде бағдарламасы бар. Біріншісі стандартты бағдарлама. Осыған көп келеді. Стандартты бағдарлама бойынша бізде келген адам, бізде тіркелу жарнасы деген нәрсе бар. Кооперативке мүше болып тіркелгенде келісімшарт отырғанда 200 мың теңге тіркелу жарнасын төлейді. Сосын 18 айлық бағдарлама бойынша 20 мың теңгеден айлық үлестік жарна төлеп отырады. Қалайша біз кредиттік история дегенді қарамаймыз, пенсионный накопление қарамаймыз, тіпті сіз қайдан табыс тауып жүрсіз, табыс көзіне қарамаймыз. Бізге маңыздысы 18 ай, айдың бір күнін белгілеп аласыз, договорда көрсетеміз, сол бойынша уақытлы ақша салуыңыз. 18 ай тоқтатпастан ай сайын белгілі уақытта ақша салып отырсаңыз, сіз төлей алу қабілетіндесіз. Біз сізге қаражат бөле аламыз. Бір келісімшарт бойынша бөлінетін қаражаттың суммасы 10 миллион теңге. 18 ай 9 мың теңге жинадыңыз, біз үстіне 9 миллион 100 қосып, 10 миллион үй алушыны сізге бөлеміз. Бірақ та, үйді алғаннан кейін 900 мың теңгесі шегеріп тастаймыз, қарызыңыз 9 миллион 100 болады. 9 миллион 100-ді біз бөлеміз 120 айға, 10 жылға. 75 мың 833 теңгеден қайтарып отырасыз. 1 теңге пайыз комиссия деген нәрсе жоқ. Кооперативтің ең пайдалы жері осы. Бізге жақын жері осы. Екінші бағдарламамыз жеңілдікті бағдарлама. Қараңыз, қазір тіркелу жарнасы 200 мың теңге, кризис дейміз, карантин дейміз, екінің бірінің қатасында жоқ. Сондықтан да біз халықтың жағдайы, халықтың кооперативі болғасын, оған да арнайы бағдарлама жасағанбыз. Жеңілдік, бірақ 20 мың теңге екінің бірінің қатасында шығады. Олай болса, бізге тіркелу жарнасын өзін 4 ай бөліп келсе болады. Жеңілдікті бағдарламаға екінші түрі 24 айлық. 4 ай үстіркесінің үстосының орында кетеді, 20 ай сіздің ақшаңыз, 20 мың теңгеден салатын 1 миллион жинайсыз, 2 жыл өткеннен кейін үйді аласыз, біз 10 миллион солай бөлеміз, қайтарылымы ақшаны солай 10 жыл, бірақ 75 мың теңге ровно қайтарасыз. Болды, айда. Үшінші бағдарлама ол 20% бағдарламасы, яғни оның алғашқы жарнасы бар. Біреулерде ақша бар, бірақ үй алуға жетпей жатады. Біздің беретін 10 миллион теңге ақшамыз бар. Сіз соны алу үшін, үй алу үшін сізде 5 миллион болса, 5 миллионды бізден қалай аласыз? 20% бағдарлама. Оны 6 ай ішінде алса болады.
Çık bir uzaklaşsa 200 tenge, alğaçkı jarlar 10 milyonun jartısın 5 milyonun kuyup tutsanız 6 ay 20 tengeye jidap 70 ayda uydu alasız. 6 ay ötkedен keyin odan keyin kalgan summalar, yani kalgan summa sizde 4 milyon 700 болады. 4 milyon 767 ayga bölemiz. Ayda 70 bin 100 euroga qaytarasiz. 25% бағдарлама ödülü var, ol. 1 жылдық бағдарлама 10 жылдық тіркелу жатарса 200 мың теңге, алғашқы жарна 10 миллионның 25%, 2,5 миллион салсаңыз, сосын 12 айға да 20 мың теңге төлеп отырып, 1 жыл өткеннен кейін үйді аласыз. Ол қаражатты біз 6 миллион 998 айға, яғни бөліп береміз. Ay sayın 70.408 tengeden төлейсіз. Қайта өтеміз, біздің қайтаратын қаражатымыз еш процентсіз, комиссиясыз. Енді бізден бүлік алатын болсаңыз, бүлікке қойған талаптары қандай? Егер жерге жер үй алатын десеңіз, ол саман кірпіштен болмау керек, қамыс жақтауы болмау керек. Қамыс жақтауы береміз. Каркасты қойып, екі жағын панелерді ортасында қамыс салып, басып жасалады ғой. Сол үй өтпейді, және саман кірпіштен өтпейді. Екінші үй алатын болсаңыз, жылы салынған жылы 75-ден ескі болмау керек. 7-ден 75-ден ескі болмау керек. Және тағы бір айта кететін нәрсе, үйдің техпаспорты 2008, яғни жаңартылған техпаспорт болу керек. Ескі техпаспортпен болмайды. Оның сонда жаңалық береді бізде. Сосын үй салу үшін бізде кім тіркелген болса, соның атында жер телімі болу керек. Жер телімі, участок, сельское хозяйственный жер болмайды, садовый болмайды, үй салуға рұқсат етілген ИЖС немесе қалу керек. Сондай жерге үй салуға да қаражат алсаңыз болады. Осы жерде сұрақ бар ма? Мен тоқтамай кетіп болмай, осы Это жилье қазір қарамай ма? 3 этаж болу керек. Жоқ, қарамай, қазір қарамай. Бере-береді, 2 этаж. Жоқ, бере-береді. Тек жағының несі? Жылы. Сосын тек паспорты. Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Жерге алуға болмай ма? Жерге. Қалай? Жерге алуға болмай ма? Жердің өзі бар. Біз жер бермейміз. Жерді сіз соны сатып алып, қоғаны қойып алғанда жер сату, жерді біз сатып алып бермейміз. Сізде жеріңіз бар ғой сізде? Сізде бар ма жер? Мысалы. Жеріміз болса, жерге сатып береміз. Жеріміз бар болғанда соған 1 миллион ақша керек болды. Соны ала аламыз ба? Менен ақша ешкім бере аға. Жер алу. Жер алу үшін біз ақша бөлмейміз. Жер